отырып шыққан адам ұқсап киініп алсын өзі. В общем, мына кешіміз өте керемет болып отыр деп ойлаймын. Былтыр алдыңғы жыл, оның алдыңғы жылғы кештеріңізді білмеймін. Бірақ осы кеш өте күшті болып отыр деп ойлаймын. Рухани, күшті, күліп, әзілдеп, ән айтып, сыйлық алып, әке-шешелеріміз төрде қандай күшті болып отыр. Балалардың жетістігіне қарап, қандай машалла, осындай ұлдарды тауыппыз ғой, осындай қыздарды тауыппыз ғой деп. Әсіресе батямыз қандай келіп алады. Сіз үйдің кішкентай ғой да, ахи получается. Ал енді 10 әңгіме айтсақ, соның бір 8-і дінге қатысты әңгіме болып отыр ғой, байқап отқан шығарсыздар. Біздер енді уақыт емеспіз, бірақ енді формат сондай болғандықтан, басшыларың сондай форматта болғандықтан, Алла сақтасын, осы моментте осындай компания. Мен кеше болдым ғой, Ақтөбеде болдым, келдім. Мұнаймен айналысатын бір компания келді. Қытайлар екен бастықтары. Бастықтары 10 миллион теңге, тура сен жаңа мен есептедім, 10 миллиондан көп қой мысалы. Примерно 10-15 миллион берген жұмысшыларына ше. Мысалы сізге береді, аяу мынаны короче компанияға чисто неге деп өнер көрсетесіңдер дейді. Жаңа жылдық кеште. Содан 10 Қытай төрде отырды, 450 жұмысшысы өнер көрсетті. Әр саладан, мысалы бухгалтериядан, анадан, мынадан, біреу бүкілі короче 9 өнер көрсетті, 9-ында да жаңағы қытайский, солардың традициясы, дракондарын алып шығып, сосын олар iPhone берді, өйтті, бейтті, холодильник берді. В общем, былай айтқанда кафірский дүниені көрсетіп берді. Соған аналар риза болды да, сөйтті да, онда деді, енді бәрің ішесіңдер деді, короче. Жаңа қытайша. Бәрің ішесіңдер деді осылай. Микрофоннан, мен түсінбеймін, қытайша айтып, бірақ қасында переводчик. Сонымен, онда мен жұмысым подаркін таратып беру болды, лотереямен. Жақсы дедім да, кетіп қалдым мен. Сосын екінші тамада ары жүргізді. Bir saat мен кеттім, 1 сағаттан кейін хабарластым, что-там не болып жатыр десем, видеомен звондаса дейді. Видеомен звондасам 450 адамның ресторан ішінде еңбектеп жүр. Еңбектеп. Біреу құсып отыр, біреудің қатының үстінде, біреу ананың сүйісіп отыр. Бәрі қазақтар. Ана 10 Қытай отыр, бүйтіп кайфовать етіп. И бұдан шығатын түйінді Alhamdulillah, мынау кеш өте берекелі кеш болып отыр. Егер Алла сақтасын, бастықтарым ішкіш кайфушаға жақын біреу болғанда стаканын алып, вискиден қойып, бастыққа жағу үшін ақ ішіп жатқандар бар ана жерде. Бастығының көңілін табу үшін да. Сондықтан осындай компания, осындай жерде жұмыс істеп, Құдай тағала таңдап, осы балаға керекті адамдарды, сіздерді жинап берген ғой. Машаллах, қандай керемет. Бұл жерде намаз оқитыны бар, оқымайтыны бар, оған қатысты жоқ бұл әңгімелер. Бұл жерде ең бастысы адалдықта болып тұр ғой. Бүкілі охраннигінен бастап бүкілі адал болып тұр ғой. Бухгалтерияң бар, басқаң бар, бұның барлығы сенің бір, былай айтқанда тауып атыр, сен бизнесің жүріп атыр, олар айлығын алып атыр, сен амалың жоқ төлейсің, өткені ол бесплатно ешкім жұмыс істемейді. Бірақ дегенмен де сонымен қоса дополнительное уважение жүру деген, братан, машалла, анау адамның қолынан келе бермейді. Енді мына бір-екі сыйлықтарымызды беріп сайық. Қайдан келген сыйлық екенін өздерің біліп отырсыңдар. Бәрі китайский, жүріп отырсың. Вопрос мынандай. Дінге қатысты жаңа бастықтарың айтып жатыр, дінге қатысты 5-6 сұрақтар қойған. Көп сұраққа жауап берген кісіге бүгінгі кеште бастықтарының атынан 100 000 теңгедей сыйлық беремін деп тұр. Қошемді соқ қойсаңыздар болады. Солай ма? Бірақ айтқан жоқпын, мен примерно солай ойлап тұрмын. Енесі отырып жүре берсін.
Ай, братаным ай. Отырдың ба, Сәке? Бәрі жақсы ма? Машалла, Құдай қаласа. Шашыңыз көсін. Енді сұрақ, ең бірінші сұрақ басталдық. Кім жауап береді? Алыстан айқайлау жоқ. Қолын көтеріп, ортаға шығады. Анық айтап, рас болса, нақты жауабын дұрыс болса, сыйлық береміз. Көп тапқан кісіге бастықтардың атынан 100 000 теңге сыйлық ақшалай сыйлық береміз. Дайынбыз ба? Дайын болсақ, онда бастадық. Құран аятындағы енді ақи сізге қатысы жоқ. Сіз бұл ойынға қатыспайсыз. Өйткені бауырыңнан алып ақшаны саған бере алмаймын. Сіз просто тамашалайсыз. Келістік па? Қалғанымыз бәріміз қатысайық. Ең бірінші Құранда түскен 114 сүренің ішінде ең бірінші Пайғамбар саллаллаху алейхи Жәбірил алейхиссалам алып келген ең бірінші аят қандай аят? Сіз отырдыңыз. Көтеріп қойды, бірінші келе қойыңыз. Ең бірінші аятымыз. Ең бірінші аят Иқро, Құранда 96 сүре. Иқро деген ол оқы деп басталады. Иқро бисми роббикал лази халақа халақал инсана мин алақа. Осы. Машалла. Отбасы бар ма? Отбасы бар. Бір жыл алдын үйленгем. Бір жыл алдын үйленгем. Машалла. 4-ші декабрьде қызды ғой. Баракалла. Алла берекетін берсін. Сіз енді Құран оқып жүрген болсаңыз білесіз ба? Құранда аятты білесіз ба? Қаласам қыз берем, қаласам ұл берем деген аят қай аят? Білмедім. Вот соны біліп келесіздер. Ба? Аллах тағала Құранда айтып тұр. Пендеме қаласам бірінші қыз берем деп тұр. Одан кейін ұл берем деп тұр. Демек сізге Алла мейірімін төгіп бірінші қыз беріп отыр. Кімде көп қыз, бір қызың туылса, жұмақтың екі есігі ашылып жатыр деп қабылдай берсе, иншалла. Бірақ дұрыс тәрбие беру керек деп ойлаймын. Алла сөз. Мен өзім ала берген қыздарым бар. Үлкен қызым Аиша. Аиша анамыздың атына қойғанбыз. Екінші қызым Кәусар. Яғни Жаннаттағы бұлақтан сол Аиша анамыз сол бұлақтан су ішеді. Үшінші қызым Медина. Демек Мединада дүниеден өтті Аиша анамыз. Сол бір үш қызыма бір атты осылай байланыстырып қойған ғой. Аиша, Кәусар, Медина деп. Енді Құдай қаласа ұл туса иншалла Расулдық уәтча. Бірінші сұрақ, өте жеңіл сұрақтардың бірі болғанменен көбісі таппайтын сұрақ. Бүкіл ойлайды, бірінші түскен аят Фатиха сүресі деп. Иә, Фатиха деп ойлайды. Фатиха емес, Иқро бисми роббикал лази халақ. Яғни оқы, сені жаратқан, ұйғанғаннан жаратқан Раббыңның атымен оқы деген ең бірінші аят болатын. Машалла. Келесі, қыздарымыз да қатысып отырайық. Бәріміз сіздер де қатысып отырыңыздар. Күшті сыйлықтар береміз. Мүмкін 100 000 теңгені Жаңақорғанға кетіп қалуы мүмкін, Қызылордаға кетіп қалуы мүмкін. Көреміз қазір. Келесі сұрақ. Жаннат неше есіктен тұрады? Жоғарыда. Қандай есіктен тұрады? Аттармен ба? 8 есік. Неше есік дедіңіз ғой? 8 есік. Аттары? Аттарын толық айта алмаймын, бірақ енді Арнайян деген есік бар. Ораза ұстағандар. Толық білесіз ба? Толық айта алмаймын. Кім біледі толық? Толық айта алмаймын. 8 есігін толық кім біледі? Кім біледі? Сізге подарок жоқ, отыра береміз. Өткені мен неше тұрады? 8 мәдеп бере салмайсың ба? Аттарын айтып берсеңдер, бүйтіп. Онда мен сіздерге сыйлық беремін. Тауып отырыңыздар, ойланып отырыңыздар, қараңыздар, қолдарыңызды соткалаңыздар, мүмкін ұстаздарыңызға осы моmentте WhatsApp-тан жай жіберсеңіздер болады. Қалай, қанша есігі бар, аттары қалай. Түсінікті ма? Келесі, ең бірінші Пайғамбар саллаллаху жанында үмбетінде екіге бөлінеміз. Әйел адамдар және еркек адамдар деп. Расулаллах саллаллаху жанында ең бірінші имам келтірген әйел адам және еркек адам. Сәке, мына кісі, келіңіз отыр. Келіңіз. Ассаламу алейкум. Есіміңіз?
апа айтып беріңіз, әйел адам? Әйел адамнан Хадиша анамыз, еркек ісім Әбу Бәкір. Машалла, қошемет соғып қойыңыздар. Не жалмаңдап тұрсың, аспасайшы? Сұрақ, Айша, то есть Хадиша анамызбенен пайғамбар саллаллаху ортасындағы жасы қанша жас? Дың-дың. 15 жас. 15 жас. Дұрыс айтты ма? Дұрыс айтты ма? Сен? Дұрыс айтты ма? Қолыңды көтеріп жатсың, дұрыс емес деген адам сияқты. Дұрыс па? Өте дұрыс. Өйткені пайғамбар саллаллаху Хадиша анамызға үйленген кезде 25 жасында болды, Хадиша анамыз 40 жасында болды. Сондықтан 40-қа келген қыздар смело 25-тегі жігітке тұрмысқа шыға беріңдер. Алла разы болсын. Енді келесі сәл қиындатайын сұрақтарды. Қиямет күні Аллахтың алдында сұралатын, ең бірінші сұралатын, бұл хадистердің де барлық жерден жеткен, ең бірінші сұралатын Алланың сұрағы, пендесіне қоятын ең бірінші сұрағы. Келіңіз ортаға. Келіңіз. Қол көтеріп. Қияметте адамзаттан сұралатын ең бірінші амал намаз. Дәлеліңіз? Микрофон қайда екінші? Сені бір сынайын деп жатқан жоқпын, бауырым. Жалпы ислам дінінде сіздерге бір нәрсені түсіндіріп кетейін. Ислам діні екі-ақ нәрседен құралған. Құран және хадис. Құран Алланың сөзі, хадис ол пайғамбар саллаллаху суннасы. Яғни пайғамбардың істегені, жасағаны, бұйырғаны сол. Демек біз айтқан сөзімізге менің ойымша, ата-бабамның ойынша, болмаса ұстаздар бірдеңе ұстаздың ойынша, ана ұстаздың, Ризабектің ойынша, Ерсіннің ойынша емес, пайғамбар саллаллаху айтқандай деп жауап беру керек негізінде. Сіздің айтқан жауабыңыз дұрыс, бірақ оған дәлел керек міндетті түрде. Дәлел Алла субхана Құранда мен жындар мен адамдарды құлшылық ету үшін жараттым деген шығар. Уама халақтул джинна вал инсан илля яъбудун деген аятта айтып тұр мына кісі. Адамдар мен Зарият сүресі 56-шы аятта айтып тұрсын, иә? Адамдар мен жындарды өзіме құлшылық намаздың ғана бітпейді ол. Онда мен сізге сәл жеңілдетіп жіберейін. Пайғамбар саллаллаху қасында ең көп хадис жинаған сахабасы кім? Ибн Масуд или Абу Хурайра радиаллаху анху? Қайсысы конкретно? Абу Хурайра радиаллаху анху. Абу Хурайра радиаллаху анху ең көп хадис жинаған. Енді қазір мен сізге айтсам, Расул маған айтты, сосын саған айтып жатырмын. Болмаса Расул айтқан екен, мен сәбиттен естідім. Қай сөзім саған көңілге тоқталады? Сұрақ қайтқан өзім. Мысалы, мен сізге Расул маған айтты өзіме, сосын мен саған бұйырып жатырмын, костюміңді шеш деп. Бірақ Расул айтқан екен сәбитке, содан естідім, костюміңді шеш деп. Қай сұрағыма сен көңілің толықты? Сізге айтты деген. Айтты деген. Демек, сахих хадистерде Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху қасында жүріп ең көп хадис жинаған. Демек, ол кісінің хадистерінде айтты, Айша анамыз айтты, Абу Бәкір айтты деген емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты. Қиямет күні Аллах тағаланың алдында ең бірінші сұралатын амал намаз. Сол намаздан, сол амалдан бірінші пенде өтетін болса, қалғандардың бәрі жеңілдеді. Демек, сіздің жауабыңыз өте дұрыс, но ответі дәлел қайда деген кезде нық етіп, демек дәлелсіз ала беріңіз үйдегі жеңгеге, келінге болмаса
ортаға шығып осыны енді бір не алып кеттіңіз, информация алдыңыз деп ойлаймын. Яғни біз айтқан сөзімізге, істеген амалымызға қарап отырсақ, дәлелменен біреу айтты, біреуден естідім, тиктоктан көріп қалдым, анау олай дұрыс емес. Алла айтты, пайғамбар көрсетті. Алла айтты, пайғамбар көрсетті. Сіз жаңа бір дәлел айтам деп аттыңыз, иә? Намаз өткен Аллах Тағала құзырында бұйрық болып түсті ғой. Сол үшін бірінші амал болып табылады. Жоқ, иә, ол дұрыс, сіздікі де дұрыс жауабыңыз. Ал негізінде пайғамбар саллаллаху Абу Хурайрадан жетті. Осы білім деген осындай жайлап осылай алына береді да, түсініп ма? Ол білім деген бүйтіп деп екі-екіні қосынан төрт болады деген емес. Исламдағы ілім ол басқа тонкий, ол өте сондай тонкий. Машалла. Қошемет соқ қойыңыздар, Алла разы болсын бауырымызға. Жалпы түсіндірейін дегенім, кез келген амалда жігіттер енді тағы бір сұрақ қойын. Осы сұрақ, қазір мен қойып отқан сұрақтарым, бұл негізі ақида деген, осы фундамент, основа религия, яғни ислам дінінің основасы, фундамент мықты болса, мына здание құламайды. Фундамент болмаса, бұл здание құлайды. Мен егер сізге айтсам, Расул, мен Астанадан үй бастадым, жері салып, алхамдулилля, 2 этаж коттедж салатын. Крышасын бітіріп қойдым. Құдай қаласа келесі жыл қабырғасын салсам, сосын иншалла аспай фундаментін құям десем, далбамсында дейсің ғой. Демек, бірінші фундамент болу керек. Фундамент деген нәрсе, бұл таухид деген ілім. Осы таухид деген ілімден кішігірім жігіттер сабақ алсаңыздар, онда қазіргі жасап жатқан амалдарыңыздың қабыл болуына және имандарыңыздың көтеруіне егізер себеп. Енді келесі сұрағымыз, сіздерге мешайт етіп отқан жоқпыз ба біз? Бәрі жақсы ма? Келесі сұрағымыз, бұл да таухидтан алынған сұрақ. Алланың алдында жасап жатқан амалдардың қабыл болу үшін екі зат болу керек, екі нәрсе болу керек адамның бойында. Яғни оқып жатқан намазын, ұстап жатқан оразаларын қандай құлшылық болсын, осының ішінде сіздерге Алла қабыл ету үшін екі нәрсені бұйырған. Осы екі нәрсенің басы бірікпей, ол сенің амалың ешқайсы қабыл болмайды. Сол қандай екі нәрсе, кім айтады, қолын көтерсін, осын тапқан кісіге бүгін хазайынның атынан 100.000 теңгенің 30.000 теңгесін аударамыз. Өткен бұл өте маңызды және өте сіздер ойламай жүрген зат, бірақ ең маңызды заттардың бірі. Соны айтсаңыздар, біз ортаға шақырамыз. Кім айта алады? Жасап жатқан амалдардың қабыл болу үшін, Алланың алдында қабыл болу үшін, мұсылманның бойында екі нәрсе болу керек. Осы екі нәрсенің басын біріктірмесе, ол қабыл болмайды. Келіңіз, Ахид, машалла. Ахид шақырайық өзін. Аллахтың алдында ең бірінші қабыл болатын, ол біріншіден ықыласқа сай болу керек. Екіншіден пайғамбар саллаллаху сүннетіне сай болу керек. Машалла. Қошемет соқ қойыңыздар. Өте керемет жауап. Түсінікті ма? Алла разы болсын бауырым. Бірінші не болу керек? Ниет емес, ықылас деген нәрсе, кім қалай түсінеді ықыласты? Мұра, қалай түсінесіз мысалы ықыласты? Сіз қалай түсінесіз ықыласты? Айтыңызшы өзіңіздің ойыңыз. Ықылас деген не зат? Жақсы көру. Я шын ықыласымен жақсы көремін деп күйеуіңді айтасың, балаңды айтасың, сосын Алланы шын ықыласымен. Алланы шын ықыласымен жақсы көру, ықылас деген сөз, бұл негізі 3 нәрседен құралған. Осын сіздерге кішігірім айтып жіберейін. Мен қазір бар ғой, мектепте бірінші класстың балдарына, былай айтқанда бірінші класстан сұрағын қойып отырмын сіздерге негізі, өте оңай сұрақтар қойып отырмын. Бірақ сіздер аңғармаған нәрселер. Демек, амал қабыл болу үшін жасап жатқан, ойлашы сен таңда тұрасың, орамалыңды шешесің, көзіңді жуасың, дәрет аласың, бүкіл тастайсың да бүкіл күшті тәтті ұйықтап жатқанда сен деп барып таң намазыңды оқисың. Ол қабыл болмаса ше. Сұрақ. Сондай сұрақ ол кім уверен қабыл болған амал? Уверенсің ба брат? Ешкім уверен. Сол үшін кішкене уверен болу үшін екі нәрсенің басын біріктіріп алу керек. Оның бірі ықылас, яғни Аллахқа болды. Сол уақытыңды сіз айтқандай махаббаттың бәрін Аллахқа бересің. Алла көріп тұрғандай, Алла сені көріп тұрғандай. Расул біреуіңді офисқа шақырса,
жұмыс істеп жатсыңдар. Бастықтарың ғой, дұрыс па? Бір сағатқа кетіп кетші бауырым. Важный разговор бар, сенен ақылдасатын шандығы бар десің. Қасындағы бала міндетті түрде айтасың. Прикинь, бастық звондады. Сында үйіңнен шығып, көзің әрең болып, шлепкімен, шортимен бара аласың ба? Сұрақ, бара аласың ба, брат, сен? Бара алмайсың, дұрыс па? Бастық бол өткен. Сен сәл болсын, аккуратын жуынып, шайны, әйелің айтып, мен бастық шақырып жатыр дедім, чопке киініп алып, сосын барып барасың. Бұл әшейін бастық, бұл пенде өзі сияқты. Енді әлемде бір раббысы, бүкіл әлем жаратқан Аллах Тағала сіздерді шақырып отыр дейді. Оның алдына қалай болсын солай тұра салуға болмайды. Намаз деген бұл міндет қылатын нәрсе емес. Алла бізге мұқтаж емес, біз Аллаға мұқтажбыз ғой негізі. Сол үшін жаңағы ақи айтқандай ықылас, яғни ниет дүниеден алыстап, бүкіл махаббат дүниенің бәрін, сезімнің бәрін Аллаға бересің. Бердің ба, беріп болғаннан кейін енді жасап жатқан амалын пайғамбар саллаллаху көрсеткендей болмаса, қабыл болмайды. Түсінікті ма? Пайғамбар көрсеткендей, пайғамбар жасағандай жасамасаң, кез келген амалыңды примерно менің ойымша осылай болатын сияқты. Мана бір қиса естідім. Бір кісі үйінен шығады осылай. Үйінен шығады да Мекке Медина жақын жер емес пе? Жаяу жатыр. Бір қадам жүреді да, 2 рақат намаз оқиды. Ойлашы, 5000 ба 6000 километр жерге жаяу кетіп барды. Бір қадам жүреді, 2 рақат намаз оқиды. Бір қадам жүреді, 2 рақат намаз оқиды. Соны бір бауырым сұрақты да, бауырым не істейсің сен? Соны мен Меккеге жаяу кетіп бардым. Былай қарасаң, керемет амал. Ешкім жасай алмайтын амал, дұрыс па? Жаяу кетіп барады еші. Қадам сайын 2 рақат намаз оқиды. Машалла деу керек қой негізі адам. Сонда ана кісі тоқтатты да, неге олай жасап жатсың? Неге өзіңді қиындатып жатсың? Пайғамбар саллаллаху жасаған жоқ қой бұны. Дұрыс па? Сахабалар жасады ма? Жасаған жоқ. Сен не үшін жасап жатсың десің? Менің ойымша Аллаға осылай айтты. Сенің ойыңша деген нәрсе жоқ дінде. Пайғамбар саллаллаху айтты деген нәрсе ғана болды. Демек, қашан суннаны, қашан пайғамбардың жолын түсіне бастаған кезде құлшылық амалдың бәрі жеңілдеп бастала береді, жеңіл болады. Ықылас, амал екеуі бірге болса, демек не болады екен? Құлшылығымыз иншалла қабыл болады екен. Ал енді ықыласымыз, жаңа сіз айтқан, 3-ке бөлінеді. Енді өздері тауып алыңдар осының ішінде, қайсысында барсыңдар? Барсыңдар ма осы количествода, осы 3 топқа бөлінеді. Осы 3 топтың ішінде кім бар? Өздері тауып алыңдар. Бірінші, Аллаға деген махаббат. Бар ма? Бәріңізде. Бар ма Аллаға деген махаббат? Бар. Аллаға деген үміт бар ма? Бар ғой, кешіреді, иншалла. Бізді кешіреді Аллах Тағала. Астағфируллах. Не үшін айтамыз? Үмітпен айтамыз. Астағфируллах. Алла кешірді. Осы нәрсе бар. Сосын қорқыныш. Қорқыныш бар ма? Кім айта алады? Бар деп айта береміз жігіттер. Ешкім қорқпаймын деп айта алмайды. Жеке қалған кезде. Осы 3 нәрсенің басы бірікпей, жаңа ықыластың. Яғни, байқап отырсыздар ма? Кез келген амал бір-бірін не істеп жатыр? Цепочка болып жатыр. Осы нәрселер цепочканың біреуі үзілетін болса, ана оқып жатқан намаз неге айналып кетеді? Спорт залға айналып кетеді, спорт залға. Ол болмайды, сезіне алмайсың. Сәждеге маңдайын тиген кезде көзіңнен жас тамбаса, жылай алмасаң намазда тұрып, онда Құдайдан кешірім сұрау керек, жылау керек. Жүрек тақ басып жатыр деген сөз. Жүрек тақ басып жатыр. Емі бұның шифасы Құран, шифасы ілім, іздену керек, сұрану керек. Құлаққа тық қойып, жұмыс істеп уақытысында тұр. Білімді сахабалар басына құс қонып отқандай. Пайғамбар саллаллаху аузынан шығып жатқан сөзді басында құс қонып отқандай тыңдайтынбыз дейді. Қимылдасың ұшып кетеді ма құс? Тұрса, басында құс тұрса, қимылдасың ұша ма? Ұшып кетеді ма? Ойлашы, ағаш болып қалатын оған бітті. Қашан пайғамбар саллаллаху сөзін тоқтатып, намазға кіріскенше. Мұқият тыңдайтын ма? Ілім солай алынады. Құлақ құлаққа тық қойып, жатар кезде ұйқы келмей кетті ғой, уақытында көзін білдіріп алайсыңдар ғой негізі. Осыдан ұстазыма біреу қорқып жатыр. Жақсы, альхамдулиллахи роббил аламин.
Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Сөз жерде ұйықталады уже. Сондықтан жаңағы айтқаным махаббат, үміт, қорқыныш. Осы үш нәрсенің басы бірікпей ықыласты бола алмайсың. Ықыласты боласың, осының үшеуін жетпей байлап тастаған кезде. Бізде осының қазір екеуі ғана байланып тұр, үшіншісін байлай алмайды. Байлаймыз, үзіліп кетеді, байлаймыз, үзіліп кетеді, байлаймыз, үзіліп кетеді. Осы үзіліп кетіп жатқан нәрсе ол қорқыныш Аллаға деген. Аллаға деген. Мына кісілер мысалы қаншама ақшалар сендерге келіп кетіп жатыр, дұрыс па? Расул білмейді ғой қанша ақша келіп кетіп жатқан. Сендер есебін шығарып бермесеңдер. Дұрыс қой? Сендер есебін шығарып осындай түсті мына жаққа кетті, мына жаққа кетті демейінше білмейді ғой, дұрыс па? Ол күнде отырмайды ғой. Ана жердің 4 джинсы сатылды, мына жердің 8 джинсы көйлек сатылды. Білмейді ғой кім қанша сатты. Оның бәрін сіздер есептеп отыр. Демек сіздерде өткенде Мұрат айтқан үлкен Муса пайғамбар саллаллаху алейхи қиссасын айтып берген. Бауырлар өлтіреміз деп суға лақтырып жіберген жерден фараонның қазынашы болған, қазынашы бір мемлекеттің патшаның, залым патшаның қазынашы болып болған Аллах тағала дәрежесі солай отыр. Яғни халықтың бүкіл ақшасына, сол халықтың, Израильдің бүкіл ақшасына Муса пайғамбар алейхиссалам, Юсуф алейхиссалам жауап берді ғой. Енді мен просто мынандай нәрсені түсінбеймін да. Алладан қорқасың ба деген сұраққа кім айтады қорықпаймын деп? Қорқасың ба Алладан? Айтшы бала. Қорқасың ба Алладан? Қалай қорқасың Алладан? Мысалы, өзі жоқ, ол бір шариатқа жауап бермек қой, өзіңнің сезіміңмен жауап берші. Қалай қорқасың Алладан? Мысалы, әке-шешеңді ренжіте аласың ба? Ренжіте алмайсың, дұрыс па? Бауырларыңды ренжіте алмайсың. Өтірік айта алмайсың. Зина, кайфуша, осы нәрселерден бас тарта аласың ба? Демек, Алладан қорқасың деген сөз. Алладан қорқам деген сөз жаманшылықтың бәрінен бас тарту деген сөз. Қолынан келгенше жақсылыққа күліп ойнап, домбырамен отырып оғыз айтып салуға болады білесің ба? Домбырамен отырып, жай осындай тамақ ішіп отырып біреуге тауқит жеткізуге болады. Ендігі жалпы ықыласпенен жаңағы түсінікті болды ма? Мен кішігірім өзімнің енді айтып жібердім. Ақименен әңгімеміз ары қарай кетті. Келесі біздің Басекең қайда кетті? Басекең алысқа кетті ме? Осы үш нәрсені біріктіріп алып, ешқашан жібі үзілмесін бауырлар, соны айтайын деген қыздарымызға да барлығына қатысты дүние. Келесі жұмақтың кілті намаз. Бүкіл құлшылықтың кілті келіңіз бауырым. Келіңіз. Қойма. Жұмақ жайлы әңгіме көп қой. Билік кемейді. Айта қоймыз. Бүкіл құлшылықтың кілті ашхаду ан ла илаха илlalloh, ашхаду анна мұхаммадун Дұрыс емес па? Ал. Бисмилля. Дұрыс емес. Мен сіздерге оңай болсын деп басын айттым. Жұмақтың кілті намаз деді. Намаздың кілті дәрет, машалла. Тек намаздың емес, бүкіл құлшылықтың кілті дәрет, машалла. Қошымет келе қой бауырым. Екінші сұраққа, ең бірінші сұраққа жауап кетсің. Қалаған сыйлығыңды ала бер бауырымна жерге. Ол сыйлықтан. Ала бер, ол ұялатын ештеңе жоқ. Дұрыс қой. Бүкіл құлшылықтың кілті ниет емес па? кім айтып отыр? Жаннаттың кілті не? Намаз. Намаздың кілті? Дәрет. Сен дәрет алып атқан кезде, мен дәрет алып атқан кезде не деп ниет етесіңдер? Кім айтады? Осы аср намазына деп дәрет алыңдар ма, сөйтіп ниет етесіңдер ма?
просто барасың уже іштей ниет бар. дұрыс қой, машалла. Сен кіріп бара жатқан кезде сенің ниетің не болды? Дәрет алып көкпар ойнайын деген ниет болды ма? Айту шарт емес. Жоқ, міне. Амал бейният. Кез келген амал сенің ниетіңе байланысты. Мысалы, Құранның анасы, бүкіл сүренің анасы Фатиха. Енді сіздерге айтайын, білмесеңіздер, бұл бүкіл хадистің анасы. Түсінікті ма? Амал бейният. Кез келген Бұхаридің бетін ашқанда, Муслимнің, Ан-Науидің қандай хадистер, сахи хадистердің бетін ашқан бірінші тұратын, ең бірінші тұратын кез келген амал сенің ниетіңе байланысты. Бұл хадистердің анасы деп саналады. Ниет емес. Менің айтып отқан неге? Бұл менің сөзім емес, бұл пайғамбар саллаллаху сөзі жігіттер. Жұмақтың кілті намаз, намаздың кілті дәрет. Намаздың кілті дәрет деп біздер естігенбіз да, бірақ амалдың кілті жақсы айтқанда. Енді құлшылық. Сен ораза ұстайтын кезде, ауыз ашатын кезде, ауыз бекітетін кезде дәрет аласың ба, алмайсың ба? Просто жарыс аласың. Оған не арасында қабыл алынбайды. Қалай? Арыз білесіз ғой, ол дәрет алынбайды. Дәрет енді ауыз ашатын кезде не оқисың ғой? Ақша оқисың ғой? Ақша. Андай өздеріңе ауыр, дұрыс айтасың ба? Өздеріңе ауыр істеп алады да кейбіреулер ауыз бекітетін кезде отырып дәрет алып, жүзін құбылаға қаратып, кезінде суды қойып, ниет етіп ақырын деп ше. Оказывается, біз егер өйстіп айтатын болсақ, бізде Аллаға деген сенімнің аздығы екен. Ойлаңызшы. Егер біз дауыстап айтатын болсақ, Аллаға деген сенімнің аздығы. Сен Алла бүкіл нәрсені көреді дегенге иман келтірдің ба, келтірмедің ба? Келтірдік қой. Барлығын естиді дегенге, барлығын біледі дегенге иман келтірдік қой. Енді не үшін айтасың? Баяғыда бір бауырымыз құбылаға қарадым деп бастаған, жүзімді құбылаға бұрдым, 4 рақат аср намазын оқиын деп жатырмын, жамағатпен деп не істеп жатқан артында маған ұқсаған біреу айтады дейді, бірақ числоны айтып жүрсейші деп. Кез келген амалымыз ниетке байланысты. Машалла. Мен білмеймін, өзім сіздерменен осылай қарап сөйлесіп отқаныма. Мен қазір сіздермен сөйлесіп отқан жоқпын негізі. Мен негізі Сабыржанмен сөйлесіп отқаным қазір. Сабыржан да отыр сіздердің араларыңызда. Өзіме де есеп беріп отқаным қазір. Өзімді тәрбиелеп жатырмын қазір. Сіздер арқылы Алла разы болсын. Келесі сұрақ қыздарға байланысты. Қыздар, дайынсыңдар ма? Жұмақта күйеулеріңмен болғыларың келе ма? Жәннатта. Сол кезде білесіздер ма? Күйеулерің қандай әйелдің болатынын жұмақта? Бірінші әйел, екінші әйел, үшінші әйел, төртінші әйел. Қай әйелмен болады? Кім айтады? Тек қыздарға қатысты сұрақ. Білесіздер ма? Айтың ал десей. Ал айт енді білейін. Сен жоқ деп сені отқанда айтың деп айламайды екен. Сіздер қойып бердіңіздер осы сұрақты? Кім не деп жауап берді? сұрақ қойған егер бір еркек үш немесе болса жәннатта ол еркек қай әйелімен болады деген сұрақ қойған еді. Неден айтсайшы тұр. Тұрсаң айтсаңшы. Не дедің ал? Айт. Микрофон кесінді өзі. 80-дегі шалып микрофоны бар еді. Жауаптыңдар осы жерде шығып жатыр деген былай. Ол законның құсап отырсын деді. Айта бар. Әйелдер сұраққа онымен кейін сұрап алып ұстаздан бірақ. Не дейді ұстаз? Жәннатта Айта бер көңіл. иманды әйелімен болады деді, одан кейін жәннатта негізі
ана елмен мына елмен деген проблема болмайды. Алла Субхана жәннатта проблема бәрін алып тастаған дейді. Сол кезде проблема шешілген жалпы деп айтқан. Аластап қойыңыздар. Проблема болмайды. Проблема жоқ па? Расул ағаның өзінен Расул ағасы кел ал қайғатты болғым келді. Ана бір кісі жаңағыдай осындай неде отырып қойып сұрақ қойып жүрген ғой сөйтіп жаңағы қайғаны білмей ол кісі бірақ ана уағыз айтып отырған кісі былай айтып жүрген да әйелдерің сендерге бағынған болса бағынған әйел негізі жалпы еркек адамда сұрау көп, өте көп нәрсе сұралады. Әйел адамнан көп нәрсе сұралмайды білесіздер ме? 4-ақ нәрсе болды. Соны жасап берсе, жұмақтың 8 есігі ашылады. Қалағаннан кіресің бүйтіп, қай әйелің қай есіктен кіретінін білмейсің ғой мысалы. Брат, ойламасың сен пока қайтсың болады. Сен жаңа айтып жатқан ғой. Соған біреу әйеліңмен де боласың десе, бір үлкен кісі тұрып кетіп баратыр дейді. Қой, тыңдамаймын мен сені деп. Уағызды тыңдамаймын, қайттым мен. Темекім шегем деп. Не болды десең? Сонда ана қатындар мен жұмақта да құтыламайын ба деп айтады. Ол мағынасын түсініп тұрған жоқ ар жағында. Бірінші бармаса сосын көресің. Ал көкем қайсысымен барады, бәріміз күтіп тұрған. Жоқ жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша Аллахтың бұйырғанын орындап қайтаданнан қайтқан әйелмен деп ойлаймын. Мысалы, үшеуі де сондай дейдік ал. Дұрыс па? Үшеуі де сондай дедік. Сонда саған возможность берсе. Ей, пәленше ұлы Расул, қай әйеліңмен кіресің жұмаққа десе. Не деп жауап бересің? Сұраққа жауап бермей-ақ Досым жауап берші, брат. Ол нәрсеге мен сіздің арқаңызда мен жауап берейін. 4 бұйырған затты ғана әйелге бұйырған 4 затыншы әйел, 5-ші әйел, 6-ші әйел, 7-ші әйел. Ондай тема жоқ ол жақта.